Апам айтып отыратын жарықтық. Ал мен бір жағынан жылап, бір жағынан тыңдайтынмын. Бір ұрғашы құс болыпты. 3 балапаны бар екен. Еркек құсты аңшылар атып алыпты. Ұрғашы құс жұмыртқадан енді шыққан балапандармен ұяда жалғыз өз қалыпты. Ұясына қорек әкелетін асыраушысы жоғалған соң, балапандармен жалғыз қалған. Содан қыс келіпті. Ұрғашы құс ұядан ұшып кетіп қорек іздепті. Бірақ қар басып, ештеңе табылмапты. Тым алыс жерге ұша да алмайды екен. Балапандарым тоңар деп қайтып келеді екен. Ұрғашы құс 2 күн шыдапты. Қыстан өпірімдеп аман шықса, балапандары қанаттанып, ұшып, өз күндерін көріп кетер еді. Біраз ойланып, тәуекелге бел буыпты. Төсін тұмсығымен жарып, жүрегін ортаға тастапты. Өзі өліп қалыпты әрине. Балапандар анасының жүрегін шоқып жеп, қыстан аман шығыпты. Күн жылыған соң ұшып кетіпті. Ойдың түйіні, жүрегіңді жегізуге риза болсаң, күні келгенде бір сөз айтпай парызыңды өтесең ғана анасың.